Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін алтын доп арнасынан көретіндеріңіз. Гарет Саутгейт Швейцарияның бапкерін қалай алдап соқпақшы. Бавария клубы өздері бұрыннан ойластырып жүрген мықты ойыншыны қатарларына қосты. Бразилия ұлттық құрамасы Копа Америкадан ұшып кетеді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі жаңалықтарымызды бастаймыз. Кеттік. Атлетико Мадридтан еркін агент болып кетіп жатқан ойыншылар жетеді. Паулисто кетті, Эрмоссо кетті, және де Мемфис Депай кетті. Ал енді бұларда Паулисто көбінесе қосалқы құрамда отырды, ал Эрмоссо болса көп көмектескен ойыншылардың бірі, көмегі көп дейді. Эрмоссо өзінің клубын табатынына күмән жоқ. Депай да өзінің клубын табатын шығар. Депай бірде бар, бірде жоқ, бірде көл, бірде шөл ойыншылардың бірі. Ал енді Атлетико Мадридтан бәрі кетіп жатыр. Кім келеді деген сұраққа келетін болсақ, Марк Кукурелия келуі мүмкін Челси клубынан. Челси клубынан алу үшін қазір Атлетико Мадрид клубы келіссөздер жүргізіп жатыр, және де бірінші жалға алып, одан кейін сатып алғылары келеді екен. Кукурелия қазір Испания ұлттық құрамасының алынбас бөлшегі, ешқандай қателіксіз ойнайды. Артқа да, алдыға да үлгеріп жүрген мықты қапталдағы қорғаушы екенін көрсетіп жүрген жайы бар. Енді Кукурелия негізінде бір шетінен Атлетико Мадридқа әдемі жарасатын ойыншылардың бірі тәрізді достар. Ал осы жерде сіздерге біздің сенімді серіктесіміз Пари матч жайлы айта кетсек. Пари матч Евро 2024 ойындарына ұтыс ұйымдастырып отыр. Ол ұтыстағы бас бәйге Алматы қаласынан 2 бөлмелі үй достар. Оның бәрін аз десеңіздер, алғашқы депозит үшін Пари матч 201 мың теңгеге дейін бонустар беріп жатыр. Одан бөлек фрибеттары да бар. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер болғаны. Пари матч, ойын тізгіні сенің қолыңда. Жуд Беллингем футболдың жаңа жұлдызы екені бәрімізге де белгілі, бірақ та Беллингемнің кейбір қылықтары кейбір футболшыларға ұнамай жатады. Словакияға қарсы ойыннан кейін Жуд Беллингем біртүрлі жест көрсеткен екен, беріп жүрейін ба деген сияқты. Бірақ та бұл жесті Словакияға емес, мен өзімнің әріптестеріме көрсеттім, және де қалжың ретінде болды. Ал мен қарсыласты қатты құрметтейтін ойыншымын деген екен. Енді сенейік, сенбейік, Жуд Беллингем осындай айтып ақталыпты, жарайды, бұны кешірдік. Ал кейбір отандастары, футболдағы клубтағы әріптестері Жуд Беллингемнің кейбір қылықтарын көтере алмайды. Мысалға, Кристоф Крамер айтқан еді, Жуд Беллингем өзінің әріптестеріне өте қатты, дұрыс емес қарым-қатынас жасайды. Енді қолын сермей салады, айтып жатса ұрсады, болмаса қарсы келеді. Бүкіл қарсылас командаларға да, өзінің командасына да дұрыс емес мінезбен танылып жатыр. Бұл жалпы жас ойыншысын қате тірлік деді. Бірақ меніңше Жуд Беллингем бұдан да жас болғанда, Дортмундық Боруссияда ойнап жүрген кезде де әріптестеріне ұрсып жүретін, өзінен де өзі әр матчтан кейін жеңілсе де эмоциясы бар ойыншы, бәрін ашып айтып жүрген ойыншы, өзінің ойында кейбір кезде өзіне ұнамайды, және де өзіне де үлкен талап қояды Жуд Беллингем. Әріптестерінен де соны сұрайды. Жалпы Жуд Беллингем негізі көшбасшы деп айтуға болады. Бұндай мінез көшбасшылардың ғана қанында болатын шығар деп ойлаймыз. Сіздердің ойларыңыз қалай? Өз ойларыңызды әлбетте комментарияға жазып отырыңыздар. Ал біз ары қарай жылжимыз. Гарет Саутгейт ешкімге түсініксіз, жанкүйерлерге ұнамайтын ойынмен қай жерге дейін барады екен белгісіз. Бірақ та Саутгейт енді Швейцарияға қарсы ойынға дайындық үстінде дейді. Негізі Саутгейт көп нәрсені өзгерте бермейді, бірақ та Швейцарияға қарсы тактиканы өзгертемін деген пресс-конференцияда өзінің сұхбатын берді. Қалай өзгертеді десеңіздер, Швейцарияға қарсы ойында 3 қорғаушымен алаңға шығатынын айтқан екен. 4 қорғаушы емес, 3 қорғаушы болады алаңда депті. Енді бұндай шешім неге қабылданды, қайдан қабылданды белгісіз, ал бірақ ол Италия мен Швейцария ойнайтын кезде Швейцарияның бас бапкері Мурат Якиннің сөзін тыңдап қалған шығар. Бәлкім сол кезде Мурат Якин, Швейцарияның бас бапкері, Италия 4 қорғаушымен шығатын болса, тас талқанын шығарамын деген еді, және де тас талқанын шығарды да. Содан кейін құрысын деп Саутгейт
Саутгейт 3 қорғаушымен шығамын деп отыр. Ал енді бірақ Саутгейт сол Мурат Якиннің өзін алдап жіберуі мүмкін. Мен 3 қорғаушымен шығайын деп отырмын, тактиканың бәрін өзгертемін деп сұхбатын беріп қойды. Бірақ та жай ғана бір қорғаушыны қосып жіберіп 4 қорғаушымен қайтадан алаңға шығуы мүмкін. Жалпы бұл футболда өте қызық болайын деп тұр. Қызыққа толы футбол болады. Әрине Швейцарияда оңай қарсылас емес, өте мықты мығым қарсыластардың бірі, бірақ бәрібір де фаворит Англия ұлттық құрамасы екені белгілі. Тәжірибенің аты бар, деңгейдің аты бар, сондықтан да фаворит Англия болып қала береді. Енді біз Евроны асыға күтудеміз. Оған дейін де біз күтіп отырған ойындар бар десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз Париматчтың үлкен бонустар мен фрибеттар беріп отырған тағы да естеріңізге сала кетейік. Ал енді Англия Швейцарияның ойыны да бір орталық ойындардың бірі болады, өте қызық болады. Саутгейт бұл жерде қандай шешімдер қабылдар екен? Бавария клубына қорғанысқа көмектесетін топ жартылай қорғаушы керек еді. Оны Винсан Компанидің өзі де Баварияға келген кезде айтқан болатын. Одан бөлек Баварияда бұрыннан бері қарастырып жатыр бұндай ойыншыларды. Әртүрлі ойыншылармен сөйлесіп көрді. Амаду Онана Эвертоннан, Угарте ПСЖ-дан, Чалханоглу Интердан және де Жао Палинья Фулхэмнан. Осы ойыншылардың бәрімен келіссөздер жүргізгісі келді, ыңғайланды, бірақ та Палиньяға тоқтады. Палиньяны қазіргі таңда ресми Бавария өздерінің қатарларына қосты. Бұны Sky Sport, BBC, Фабрицо Романо бәрі растады. 50 миллион евроға алды деген ақпараттар бар. Палинья өте тамаша ойыншы, Баварияға керек ойыншы. Палинья өзін Фулхэмда жақсы көрсете білді, және де бұған қызыққан топ клубтар өте көп болды. Палиньяның артықшылығы неде? Физикалық тұрғыда өте мықты, қақтығысқан ойыншысын қопарып өте шығатындай күші бар, бойы 2 метрге жуық десек те болады, және қорғанысқа өте жақсы көмектесе алады. Және де тағы бір артықшылығы, ол допсыз жүргенде ешқашан шаршамайды. Ары бері алаңның басына барады, шабуылға көмектеседі, қайтып кеп қорғанысқа көмектеседі. Шаршамайтын ойыншылардың бірі. Және де ұзақтыққа, пасты алысқа жақсы дәл беретін ойыншылардың бірі. Осы қасиетімен Фулхэмда талайлардың көзіне түскен болатын. Енді дәл осындай ойыншы қазіргі таңда Баварияға өте қажет еді. Бавария соған қол жеткізді. Баварияның жанкүйерлері болса, сіздердің сүйікті клубтарыңызға тамаша ойыншы келгенімен шын жүректен құттықтаймыз. Бразилия ұлттық құрамасы Копа Америкадан ұшып кетуге сәл-ақ алдында тұр. Ұшып кетудің себебі Колумбияға қарсы 1-1 деген есепті тіркеді, және де топтан 2-ші орынмен шықты. Жалпы Бразилияның ойындары өте ауыр, Парагвайға ғана шамасы жетті деп айта аламыз. Мексиканы 3-2 есебімен әрең ұтқан, қалғандарын бәрімен тең ойын. Соңғы 5 ойынның 3-еуі тең ойын, 2-еуі жеңіс. Және де өте әлсіз ұлттық құрамаларды әрең жеңгені бар, әлсіз ұлттық құрамалармен тең ойнағаны бар. Ал енді олардың қарсыласы алдағы уақытта ширек финалдағы ол Уругвай. Уругвайдың жағдайы өте жақсы. Қазір мықты деңгейде, алдыдан келгенді тістеп, артынан келгенді теуіп жатыр қазір. Уругвай ұлттық құрамасы өте мықты. Осы Уругваймен кездесетін болады. Бұның жанында Аргентинаның жағдайы жақсы. Аргентина Эквадормен кездеседі, одан кейін Колумбия немесе Венесуэламен кездеседі. Жалпы Аргентина финалда деп айтсақ болады. Енді Бразилияның жағдайы өте ауыр. Меніңше дәл қазіргі деңгейде, дәл қазіргі ойынға қарайтын болсақ, Уругвай Бразилияны ширек финалда ұтып кетуі мүмкін. Себебі, оның бір себебі ойыны Уругвайдың Бразилияға қарағанда жақсы. Екінші себебі, Бразилияда Уругвайға қарсы ойынға сарғағаздың көптігінен Винисиус алаңға шықпайтын болады. Жуниор Винисиус алаңда болмайды, Уругвайға қарсы ойнамайды. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер, құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер. Винисиусы жоқ, Бразилия қайтып күн көрер, достар. Винисиус өзі шабуылдың бәрін жасап, ыңғайлап жүрген ойыншылардың бірі, қазіргі Бразилияның көшбасшысы. Сондықтан да Уругвайға қарсы Бразилияның жағдайы өте ауыр болады, достар. Бүгінге осы арнамызға жазылып қоңыраушаны басып жүруді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Ал енді сенімді серіктесіміз Париматчтың бонустарды беріп жатқанын, фрибеттарды беріп жатқанын тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Назарларыңызға рахмет. Бізді қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз.